көп кісілерді байқаймын, көремін да, менен де көп еңбек ететін кісілер бар негізі, шынымен де. Енді Аллаға шүкір, бізде бәрі бар ғой, потолок бәрін жаптық, материалдық жағдайымызбен жаптық қой, Аллаға сансыз шүкір. Бірақ мен өзім жалқаумын деп ойлаймын. Менен де көп жұмыс еңбек ететін адамдар бар да, Алла ниетке береді. Алла ниетке береді деп ниетті дұрыстау керекпіз да. Кейбір адамдар көп еңбек етеді да, бірақ оларға Алла бермейді. Байлық та бермейді, атақ та, дәулет те ештеңе бермейді. Неге білесіз ба? Өйткені Алла тағала бәрін біледі ғой, бәрін заранее білуші ғой. Оларды қорғайды да. Егер ол адамға Алла тағала байлық, дәулет, жаңағыдай власть бәрін беретін болса, ол не то что қоршаған ортаға зияны келуі мүмкін, ол өз-өзіне зияны келуі мүмкін да ол нәрседен. То есть ол дайын емес. Ол әлі ниетін дұрыстаған жоқ. Ол затқа әлі дайын емес. Сондықтан да Алла тағала оған бермейді. И содан да мына көп иманы бар кісілер айтады ғой, сізге қазір бір нәрсе беріліп жатыр ма, значит соған дайын болдыңыз. Алла соны көріп тұр, Алла біледі ғой.